Үшінші Г сынып оқушысы Еділ Өркен Есілұлы, Мұқағали Мақатаев, бұзылған үй. Тәкаппар таулар жатқан жан жағында, барып қайт салқын жайлау малдаулыға. Бір жер бар Қарасаз деп аталатын, көресің жолың түсіп барғаныңда. Көресің көк орманын жылғаларын, мөп-мөлдір қайнап шыққан тұнбаларын. Жылғаның жағасында бұзылған үй, сен соған ей жолаушым бір қарағын. Кес-кестеп кісі жолын торы маған, осында тірлік еткен момын адам. Қаншама тыбынса да шаруаның, дәулеті бір-біріне қорамаған. Өмірде өзін өзі қол көріпті, киіпті ауыстырмай бір бөрікті. Байғұстың башы жұрты тілеп, үйіне тұңғышы боп ұл келіпті. Той жасап, торқа төсеп шабылмаған, демек тойдың жабдығы табылмаған. Өмір дейтін өзгермес мекеменің, алдында әжем мені қабылдаған. Кейін әкем ел жұртын басқарыпты, қашанғы жарқақ бөркі тасталыпты. Жағасында жылғаның бұзылған там, ғұмырым осы жерден басталыпты.